Менің аты жөнім Тоғызбаев Рауан Қанатұлы. Күрес түрлері бойынша олимпиадалық даярлау орталығында 2017 жылдан бері қызмет етіп келемін. Қазіргі уақытта сеньорлар арасында қыздар бойынша аға жаттықтырушымын. Осы жылға алға қойған негізгі мақсатымыз Азия және әлем чемпионаттарында сәтті өнер көрсету. Қазіргі таңда спортшылар арасында іріктеу жарыстары өтіп жатыр. Алғашқысы ақпан айында Талдықорған қаласында Қазақстан чемпионаты болды. Маусым айында Орал қаласында турнир өтті. Шілде айында Астанада соңғы іріктеу жарысы өтеді. Аталған 3 жарыстың қорытындысы бойынша Азия және әлем чемпионаттарында ел намысын қорғайтын спортшылардың аты жөні белгілі болады. Осы уақытқа дейін юниорлар құрамасы Словакия, Хорватия, Испания мемлекеттерінде өткен халықаралық жарыстарға қатыстық. Алдағы уақытта Сочи қаласында өтетін халықаралық жаттығу лагеріне қатысамыз. Сол жерде Азия чемпионаты алдындағы дайындығымызды бір пысықтап аламыз. Әлемдегі үздік спортшылармен бірге жаттығу өткізіп, одан келгеннен кейін өзіміздің елде Азия чемпионаты алдындағы оқу-жаттығу жиынын өткізетін боламыз. Азия чемпионаты келесі айда Филиппин мемлекетінде өтеді. Қазан айында әлем чемпионаты Италияда Венеция қаласында өтеді. Азия чемпионаттарында жастар құрамасы әрдайым жалпы командалық есепте 2-ші орыннан түспеген. Біздің мақсатымыз сол жоғары көрсеткішті ұстап қалу немесе жақсарту. Біздің негізгі мақсатымыз ұлттық құрамаға бәсекеге лайықты спортшыларды дайындау. Күрес түрлері бойынша олимпиадалық даярлау тарапынан аға жаттықтырушыларға, спортшыларға барлық мүмкіндіктер жасалған. Әлемдік стандарттарға сай оқу-жаттығу жиындарының барлығы жоспарға сай өтуде. Оқу-жаттығу базаларында дайындаламыз әрдайым. Біздің талаптарымызды басшылық тарапынан әрдайым қанағаттандырады. Соған алғысымызды айтамыз. Алда қойған жоспарымыз бар. Ол 2026 жылы өтетін жасөспірімдер жазғы олимпиада ойындары. Біз құрама спортшыларын, жасөспірімдерді сол олимпиада ойындарына дайындайтын боламыз.